Сарқан политехникалық колледжінде үлкен іс-шара өтіп жатыр. Жоңғар Алатау ұлттық табиғи паркінің қызметкерлерінің қатысуымен қазіргі уақытта Таза Қазақстан акциясы бойынша ағаш себу, тал себудің әдіс тәсілдерін көрсетіп жатыр. Енді колледжімізде қазіргі уақытта көктем шыға, бізде де бір алма бақ сепсек па деген ойдамыз. Рахмет табиғи парк мүшелеріне осындай үлкен іс-шара өтіп жатқандарына. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сәуір айында 2024 жылғы сәуір айында бастаған Таза Қазақстан акциясын Жоңғар Алатау мемлекеттік табиғи парк қызметкерлері де қолдап, бүгінгі күні мектеп оқушыларымен, мектеп ұрмашылықтың мүшелерімен, еріктілермен бірлесіп ағаштың себу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бүгінгі күні 15 мектепте оқушылар 15 мектеп ұжымы қамтылды. Бүгін мені политехникалық колледжіне келіп ағаштың себу жұмыстарын жүргіземіз. Бұл бастама осы Қазақстанның гүлдеуіне, көгалдандыруына үлкен үлесін қосады деген ойдамыз. Осы жоспар бойынша тек қана себу жұмыстары емес, осыдан былай көшет отырғызу жұмыстары, санитарлық тазалық жұмыстары, сонымен қатар абаттандыру жұмыстары да жүргізілетін болады. Бұл болашақ ұрпақтың табиғат экологиялық білімдерін нығайтуға үлкен үлесін қосады. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін Жоңғар Алатау мемлекеттік табиғи паркымен бірге Таза Қазақстан республикалық акциясы өткізілді. Бұл акцияға Сарқан политехникалық колледж студенттері атсалысты. Бүгінгі акцияда біз 400 дана туя және аққайын тұқымын ектік. Менің ойымша, осындай акциялардың жиі болып тұрғанын қалаймын. Себебі қазіргі қоғамның өзекті мәселелері табиғатты қорғау. Әрбір Қазақстан азаматы өз үлесін қосатын болса, елін, жерін, табиғатын қорғаса, біз жасыл Қазақстанға айналатынымыз сөзсіз. Армысыздар, құрметті достар. 23 қаңтар күні Жоңғар Алатауы ұлттық табиғи паркымен бірлескен Сарқан политехникалық колледжінде жалпы ұлттық экологиялық акциясы өтті. Экологиялық акцияның мақсаты біртұтас тәрбие бағдарламасы негізінде қоғамға қызмет, волонтерлық қызмет, Таза Қазақстан акциясын қолдау аясында біз Жоңғар Алатау ұлттық табиғи паркымен бірлескен меморандумға отырғанбыз. Сол меморандум негізінде біздің Сарқан политехникалық колледжінің студенттері түрлі экологиялық жарыстарға, байқауларға, сурет, қолөнер байқауларына қатысып, жүлделі орындар иеленуде. Студенттердің бос уақытын тиімді пайдалану негізінде біздің Сарқан политехникалық колледжінде эко және туризм клубы өз қызметін атқаруда. Эко және туризм клубының жетекшілігінде 25 студент қатысады. О студенттер уақыттарын тиімді пайдаланып, елге, өзінің еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін, түрлі зертхана жұмыстарын жасау барысында осы біздің жылыжайымызда жұмыстар атқарады. Бүгінгі жалпы ұлттық республикалық акциясында Жоңғар Алатау ұлттық табиғи паркі мен Сарқан политехникалық колледжінің студенттері 400 түп туя ағашын және аққайын ағаштарын екті. Енді осы біздің жылыжайымызда студенттер өздерінің тәжірибелік жұмыстарын жасайтын болады. Түстен кейінгі уақыттарда бақылап, суғарып, өнімді өсіреміз. Колледжімізді жасыл желекенге айналдыру мақсатымыз.